атаулы қылған ерлік қайсарлық ержүректік бар әлемге рух беріп еріксізде ел жүретті ару боп көрінеді киінсе де ерсетіп батыр қыздар үстіндегі сұр шинелмен керзетіп төл тілімді шындықты тура жеткізер құрал қып әңгімені сөз етемін айтуға тұрарлық жастайынан жетім қалған қазақтың батыр қыздары мәншік және әлия еске алып жатырмыз бәрін бірі мерген бірі мықты асынып ап пулеметін осыдан ал жеңіске үміттің қайдан сөнер оты ақтық демі қалғанша жауға қарсы оқ жаудырып елдеп соққан жүрекпен болашаққа болжау қылып ерлікпенен қаза тапты ұрпағына үлгі болып көзге жиылады жас елестетсең сол күнді толық автоматқа айырбастап алтын жүзікпен жақытты отаным деп ұмтылған қыздары бар ел бақытты жанары жаны жаздай жайраңдаған қызы сейілдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам қызы сейілдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам қаршадай қыз не бары 18 жаста лүпілдеген нәзік жүрек толы назға қызыл жасыл көйлегін алмастырды ауыр етік асынған мылтық басында темір каска балауса бой жеткенді соғыс естейді ерте өжет мінез батыр қыз қосылып ерлерге өз еркімен сұранып аттанды майданға нәзік кейіпін қалдырып туған жерге қаршадай қыз не бары 18 жаста ер жүрек ару айналды қаһарманға гүл құшатын қолымен асынып автоматты гранатаны қысты аялы алақанға өтсе де уақыт жылдар ызғарлы сол жылдардан ерімей жүректе мұз қалды ұмытпа жас ұрпақ ұмытпа әлия хиуаз мәншөк қазақтың батыр қыздары намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды атқа қонған көңілде қалған сыз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан көңілде қалған сіз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан көмек қылып басында қасында қалған жалпыға тасынды талпына аттануға майданға халқына жүрер сабап кінәлап дауысын кәр қарылса түсер сабақ қалпына демшір қалып жарылса етті тескен оққа қарсы бұлбұл дауыс рух қатайды жара қатты болса дағы сарбаздар марқайды көздеріне үйірілген жас жылтырап түскендігі тыныш өмір яғни жеңіс күнін күткендігі бойды билетпей үрейге жойды білдіртпей тілейді соңғы лебінде үрлейді ойды күйзетпей тілейді ей тәңірім қолдай көр құлың едім бас иген қанды қырғын соғысыңнан әкесіз ұлым өспек танып білші ұмытпастай оғайын келер ұрпақ қазақта бар батыр қыздар демеу болған әнді шырқап гүлбахрам яғни байсейітова күләш апам роза 89 жасына кеп дүние озған ереуіл атқа ер салмай егеуіл найза қолға алмай еңку жер шалмай қоңыр салқын төске алмай ерлердің ісі бітер ме майданда ерліктері аңызға айналған тағдырлары сұрапыл соғысқа байланған бой жеткен қыздар ерте көрген ауыр сынақты ерлік деген міне осы мойымай шыдапты қандай құдірет екен сол қыздарды қуаттаған сан сынаққа төтеп берер тек қана қуатты адам болмаса ар намыс ерлік мұның бәрі бекер еді имансыз болса ойланбай елін сатып кетер ме еді сатқын болса құпиялар жауға ерте жетер еді ондайларды айтшы қара жер қалай көтереді демек бұл қасиеттер бізге жат еді батырларды бататын үйден келген хат еді ананың не әкенің жылап жазған шимайы есеңгіреген батырдың есін бірден жинайды үміт отын сыйлайды батыр өзін қинайды себебі туған мекені жау қолына қимайды сол жылдағы бой жеткендер өмірге ерте араласты көзбен көріп тұрған соң соғыспен жеткен қарбаласты көзден аққан ащы жасы тұтанды от аяғасы отан үшін от кешіп белгілі болды аянбасы мені өкіндіреді тарихтың кейбір тұстары жүз батыр көрді емес пе хиуаздың көкке ұшқан көрді емес пе батырлар тарихтың мұңды тұстарын әлияның темір жолды аяусыз оққа ұшқан мәншіктің де тағдыры әлиямен негіз сынды қос батыр да станцияда жан тапсырып көздерін жұмды бір шындық бар мұңды елеусіз қалды қанша қыз еленбей қалған ерліктер жараға сепкен тұз ұмытпаймыз біз батыр қыздардың ерліктерін осы қыздар алып берді жеңісті елдің күткенін аллахтың қалауымен ел жеңіске лайық еді кремльде есімдерін атамауы тарихи айып еді ешкімде ешқашан ұмытылмайды сіздермен бірге жамағат орталығының жігіттері Амангелді Жақау, Данияр, Тарлан, мұң айтар
ұлы отан соғысы ардагерлерінің құрметіне, қазақ батыр қыздарының құрметіне. Жатқан жерлеріңіз жайлы болсын, қазақтың батыр қыздары.